Аиданың қосылайыққа қайта келуі көрермендер арасында қызу пікірталас тудырды. Нұрдәулеттің сүйем деген сөзі Аиданың жүрегін жібітті ме? Аида неге көзіне жас алды? Көрермендердің көкейінде жүрген сұрақтар қолдаушы апалар мен бүкіл жанкүйерлерді алаңдатты. Махаббатқа мүмкіндік беріле ме? Желі қолданушылары жарыса жазды. Жандарым, жылағым келіп кетті ғой, өздері әурелеп жүр. Одан да тіке ЗАГСке барың. Аида, Нұрдәулеттің артынан жүгіріп шаршамадың ба? Нұрдәулет тұйық не ойлағанын білдірмейді. Қайдан білесіңдер жақсы екенін? Аида наоборот ашық, не ойласа соны айта салады. Так ішті жақын танымасаңыз олай жазбаңыз. Аида өте дұрыс айтады. Сенім жоқ. Қит етсе тастап кететіні жаман. Жанұя болу өте қиын болады. Әр нәрсе айта бермеңдер. Аида өте жақсы қыз. Қырғыз еліне рахмет, осындай қыздар үшін тәрбиелі. Өте керемет қыз. Нұрдәулет, қыздың сезіммен ойнама. Еркексің ба, еркекше істей, и все. Аргеннен үлгі ал. Аружанды жылатпай жүр ғой, әдемі жанұя боп. Нұрдәулет достоин лучше Аида, көкбет қыз сияқты көрінеді сыртынан. Сондықтан қызды ғана жақтай бермей-ақ қояйық, екі жақтан болады қателік. Нұрдәулет жақсы жігіт бірінші тауып алсын осындай жігіт. Нұрдәулет өмірде көп қиыншылықты басынан өткізді. Сондықтан болар қатайып кеткені. Нұрдәулет болашағың осы. Аида өте ақылды жақсы қыз. Саған ата-анасының қарсылығы жоқ. Сондықтан қызды қинамай сөзіңде тұрып, қыздың қадірін білген жөн. Бір-бірін жақсы көреді ғой. Кешірме дейсіздер, қосылсын, бақытты болсын. Әдемі парышка. Нұрдәулет айтқандай ара қашықтықпен ұзаққа созылып кетті содан. Еш нәрсе ойламай үйлену керек, и все. Деп жазды қолдаушы апалар мен көрермендер. Аида мен Нұрдәулет бақытты болсын. Дүркіреген дүбірлі той күтеміз.